Танымал әнші жайлы жылдам ақпарат. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басып ұмытпаңыз. Көп проблемалар шешілер еді. Жазира Байырбекова ішімдікті сатылымнан алып тастауды ұсынды. Әнші Жазира Байырбекова ішімдікті сатуға тыйым салу керектігін айтты. Өнер иесі оның зияны көп екенін атап өтті. Спирттік ішімдіктің қоғамға, отбасына тигізіп жатқан зияны көп. Дәл осы нәрсені сатылымнан алып тастаса көп проблема шешілер еді. Агугай ансамблі біздің жігіттерді ішімдікке қарсы. Арқа құмар адаммен бір үйде тұратын адамның жүйкесі әзірейді. Сіз спирттік ішімдіктің сатылымнан алып тастағанын қолдайсыз ба деп жазды ол. Желі қолданушылары әншінің айтқанымен келісіп қолдау білдірді. Толық келісемін. Сатуға да ішімдік өнімдерін шығаруға да қарсымын. Мүлдем шығармаса екен. Соның кесірінен қаншама адам зардап шегіп жатыр. Қазақстанда ішімдіктің қай түрі болса да сатылымнан алып тастау керек деп жазды әлеуметтік желіде оқырмандар. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.